Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Республикалық грант өнер бизнес жобасы аясында шаштараз ашу бизнес жобасы орындағандар мен Кенжежанбек және Сарабай Бекбол. Біздің негізгі серіктестер Дария сұлулық салоны, Лебел барбершоп және Ок салоны. Сәтті шаштараз салонын құру мұқият жоспарлауды және талдауды қажет етеді. Бұл бизнес жоба шаштараз ашуға және оны басқаруға, оны табысты өсуі мен тұрақтылығын қамтамасыз етуге, құрылымдық көзқарасты қабылдауға көмектеседі. Шаштараз салон ашу, сұлулық пен сауықтандыру индустриясын кірудің тамашалайтын негізгі түрлері. Жоба мақсаты шаш тігу, бояу, маникюр, педикюр, дері күтімі, макияж және массаж сияқты қызметтердің кең спектрді ұсынатын шаштараз салоны. Негізгі ресурстар. Шаштараз салонының негізгі ресурстары персонал, негізгі және қосалқы жабдықтар, шағын материалдар және жұмыс аймағы, күту алаңы және қосалқы бөлімдер қоса алғанда қандай ұсыныс шаштараздың қызмет құны ескеріле отырып, жоғарғы және орта табыстар тұтынушылық сегментіне бағытталатын болады. Басты мақсатымыз сапалы әрі қолжетімді бағамен қызмет көрсету. Клиенттермен қарым-қатынас. Шаштараз мамандығында клиенттермен тығыз қатынас құру, сәтті жұмыс, тұрақты табыстың негізгі шарты солай көрсетеді. Өткізу арналарының үш түрі бар. Тікелей өткізу арнасы, яғни жанама өткізу арнасы, электронды өткізу арнасы. Тұтынушы сегменттері шаштараз қызметтерінен пайдаланатын адамдардың жасы, жынысы, табысы, талғамына қарай бөлінген. Бұл шаштараз өз клиенттері дұрыс анықтап, оларға лайықты қызмет ұсынуға мүмкіндік береді. Негізгі сегменттерге ер адамдар сегменті, әйел адамдар сегменті, балалар сегменті, арнайы топтар сегменті, қосымша сегменттерге мемлекеттік қызмет алушылар, тұрақты клиенттер, премиум сегменті. Салонның табыс көзінің 60%-ын ер адамдар мен әйел адамдар құраса, 15%-ын балалар сегменті мен арнайы топтар сегменті құрайды. Ал 20%-ы мерекелік қызмет алушылар мен тұрақты клиенттер құраса, 5%-ын премиум сегменттер құрайды. Шығындар құрылымы үш түрге бөлінеді. Бір реттік шығындар, тұрақты айлық шығындар, алдын ала шығындар. Бір реттік шығындарға құрал жабдықтары мен жөндеу жұмыстарына кеткен шығындар, тұрақты айлық шығындарға жалға алу мен жұмысшылардың жалақысына кеткен шығындар, айнымалы шығындарға бояғыштар мен Кіріс ағындары шаштараз салоны. Үш топқа бөлінеді. Негізгі қызметтерден түскен кіріс, қосымша кіріс көздері, таза пайда. Біздің шаштараз ашу жобасы бойынша айына